оны да ойлашы. Аяғы не болды? Аяғы егер бұдан кейін төбелеспейтін болса, доп тебуге жарап жатыр. Саған уәде беремін. Енді ақша үшін ешқашан төбелеске қатыспаймын. Бірақ ол мұның бәрін кек қайтару үшін істепті деген өсек ел арасында тарап жүрген. Сен ана былтықты жақсылап тықтың ба? Иә. Маған адамдар керек. Жазасын бере алатын адамдар. Бір адам бар. Бота? Қайырлы күн. Сонда қайда тұрасыңдар? Сен ана жақта меруерт осында? Біз меруерт екенбіз, Қарағандыда тұрамыз. Тұйық тастырамай тұрғанда, серікке ақша бермей тұрғанда ойламадың ба? Өз ақылың өзіңе. Сен ешкім ұстап тұрған жоқ, кететін болсаң кетші, а? Мәди амангелді осында тұр. Осында сөйлескеніміз дұрыс деп ойлап тұрсың ба? Үйде апам бар, әйелім бар, үш жер дұрыс. Түсінікті. Жақсы. Сен мені таныған шығарсың. Сізге алдына барып едік қой. Сіз босқа шағымданмадар деп қайтарып жібергенсіз. Оның рас. Ол кезде сендердің пайдаларыңа шешілу екі талай болған соң мен солай деп айтты саған. Қазір не оқыпты? Қазір жағдай басқа. 1 жыл бұрынғы қылмыстық істері бойынша Серікті және екі досын қамап қойдық. Енді арыз жазуыңа болады. Сонда қалай? 2 ай мерзімге қамадық. Егер олардың үстінен арыз түсіретін болсам, сотталып кетулері әбден мүмкін. Жазасың ба? Оның сотталатындай менде дәлел жоқ деп өзіңіз айтып едіңіз ба? Мәди, егер бетпе-бет кездестіруді ұйымдастыратын болсақ, бәрі де дұрыс болады. Ойласыш. Алыстан келгеніңізге қарағанда бұл істің сізге де пайдасы болып тұр ғой, Бұл менің өз шаруам. Шындығын айтқанда, біраз уақыттан бері Серікті қолға түсірмей жүргеніміз рас. Ол оңбаған талай адамдарды алдаған. Біз білетіні қаншама, білмейтіні одан да көп. Негіз бар ғой, Мәди? Оның мойындағы қыл арқанның бір ұшы сенің қолыңда. Қалай тартам десең өзің білесің. Сонда қазір сізбен бірге қалаға барым керек пе? Жоқ, қазір қажет жоқ. Егер қаласаң, дүйсенбі күні көзбе-көз беттесуді ұйымдастырамыз. Тек арыз жазсаң болды. Жазасың ба? Ойлануым керек. Көп ойлануды қажет жоқ. Егер керек десең, мына телефонға хабарлас. Күтем. Жарай ма? Жақсы. Хабарлас. Дәулет, не істеп тұрсың? Жатсаңшы. Не таң атпай келіп қалсын. Осындай ақымақтық жасайтыныңды сезгем. Жаным, шын айтамын ұры. Жатып жалығып кеттім. Жан, аяққа ешқандай жүк түсіруге болмайды. Ал сен бірден жүріп кеткің келеді. Телефонды алып келдің бе? Әкелдім. Әкеші. Рахмет. Неге ашуланып отырсың? Ашуланып отырған жоқпын. Сен де мені бір кішкентай бала сияқты көресің. Хал үстінде жатқан адам емеспін ғой? Ренжімеші енді, сені ойлап қатты уайымдадым. Уайымдайтын түгі де жоқ. Дәрігердің өзі айтты. 1-2 аптадан кейін жүріп кетесіз деді. Таң ертеңнен кеш батқанға дейін үш жерде отырудың не қажеті бар? Жаныңда отырғаным сонда ұнамай ма? Сен мені тағы түсінбедің. Сен қазір менен басқа ештеңе ойламайсың. Жаным, өзіңді де кішкене ойласаңшы. Саған ән ұсынды. Әнді ұсынған екен, неге оны айтпасқа? Уайымдай берме, менде бәрі жақсы. Өз-өзіңе бекем болмайсың ба?
егер әніңді маған арнап жазсаң, маған одан асқан бақыт жоқ. Демесінің зорынай. Әнімді саған арнауым керек. Енді кімге арнайсың? Міне, осылай күлгені маған ұнайды. Олар маған таңертең хабарласты. Кімдер? Дыбыс операторлары. Бүгін студия бос дейді. Міне? Былай істейік. Сен қазір сол жаққа бар. Жарай ма? Содан кейін кешке маған келіп, не болғанын айтасың. Келістік пе? Жарайды. Сен жақсы көрем. Жаным сау, мен де. Көп кідірмей келем. Бар ағай. Санжар, ұмытып кетіппін ғой. Шақырылып отырған абонент аппараты өшірілді. Немесе байланыс аясынан тыс. Саламатсыз ба? Таңғалып тұрсың ба? Шынымды айтсам, я таңғалып тұрмын. Сенің досыңмен сөйлесейін деп едім. Қай досым? Өтірік білмеген адам сияқты болмашы, Санжар керек маған. Звондайын, телефон өшіріліп тұр. Яки бір жерде тығылып отыр, я болмаса бір былыққа батып, қашып жүрген шығар. Оны қайда екенін білмеймін. Бірнеше күн болды жоғалып кетті. Қалай жоғалып кетеді? Яки тайып тұрған ғой? Жоқ, із-түзсіз жоғалып кетті. Қашатында ештеңе жасаған жоқ. Бірақ телефоны өшіріліп тұр. Қалада оны ешкім көрмеген. Қабая. Оның туыстары полицияға арыз жазып қойды. Жарайды. Өзің не істеп жүрсің? Мен қазір ондай істермен айналыспаймын. Ой. Шын ба? Жарайды. Сәлем, Мәке. Қалайсың? Көмек керек пе? Жоқ, ашты емес. Қолыңа не болған, Мәке? Жай, емістің оқ. Мади. Сәлем, Болатбек. Сәлем, Айнұр. Мади, сенімен сөйлесу керек еді. Жүр. Армысыздар? Абайсызды кесіп ол. Не туралы айтайын деп? Кеше тергеуші неге келген? Серікті қамауға алды. Солай ма? Өткен жылғы бір іс бойынша оған қоса қасындағы 2 досынды ұстапты. Бұл жақсы жаңалық қой. Бие? Егер арыз жазатын болсам, онда Серікті бірнеше жылға түрмеге қамауым мүмкін. Сен не істейсің? Білмеймін, ойланып жүрмін. Мүмкін мені алдап соққан Серік емес, қасындағы 2 досы шығар. Енді осы жайында тергеушіге айтайын ба, айтпайын ба деп ойланып жүрсің бе? Егер Серікті қамауға алса, ана 2 достың қатысы болса оған қыз. Менің қарызым жайы не болады екен? Серік түрмеге отырған күнде де қарызын талап етпейтінін қайдан білесің? Картадан ұтылу өте қауіпті және қарызды қайтармауға болмайтынын бір жерден естігем. Серік сені күштеп ойнатқан жоқ қой, өзің ойнадың емес пе? Міне көрдің бе, екеуі екі басқа. Ол әлігі қылығы үшін жауап беруге тиіс. Серік сияқтылардың орны түрмеде. Егер арыз жазатын болсам, онда дүйсенбі күні Астанаға баруым керек. Барып қайт. Бірақ апама Алтынайға бірдеңе деп сылтау айтуым керек қой. Не үшін бара жатқан?
Мади, сен ол жағын маған қалдыр. Не деп айтасың? Табамыз ғой. Жарайды. Сылтауыңды маған ескертіп қой. Алло. Тамақтандың ба сен? Жоқ, мен де тамақтанбадым. Мүмкін бірге тамақтанармыз. 1 сағаттан кейін. Мен боспын. Жоқ, ештеңе жазбаймын. Қалай ештеңе жазбаймыз? Мен босқа келдім ба сонда? Хабарласам. Кеп қалдың ба? Иә, жалғыз емеспін. Біраздан соң сүйікті композиторымыз да келеді. Ән жазатын боламыз. Жақсы болыпты онда. Жақсы деуге әлі ертерек. Дауысымды жаттықтырып алуым керек. Қарға ұқсап қарқылдап тұрсам, композиторымыз ән бермей қояр. Саған бермегенде кімге береді дейсің енді? Дегенмен жақсылап жазуға тырысамыз, иә, Мәулен? Әрине, енді қолымнан келгенше бәрін жасаймын. Бауырым, қалайсың? Жақсы. Қалай, жаттығып жатырсың ба? Жата арқам тақтай болып болды. Мен сенің қасыңда Линда бар екен деп ойласам? Жаңа болған, әлем көндіріп студияға жібердім. Иә, дұрыс дегенсің. Әйтпесе ол сенің қасыңнан шыққысы келмейді. Айтпақшы, дәрігерің не дейді? Айтады енді. Бірнеше аптадан кейін жүріп кетесіз дейді. Одан бұрын бірақ аяққа тұрып кеткім келіп тұр. Дәулет, сен асықпа. Асқандар боласың. Бауырым, емнің ақысын бәрін біреу төлеп қойған дейді. Сен емес па? Мен сенің алдында қарыздармын. Қой, қайдан соқпа. Жекпе-жекке сұранған өзің ғой. Дәулет, бәрібір менің оған қатысым бар. Жарайды, Олжан. Сен өзің қашан шығасың? Бір ұсыныс бар. Қандай? Сен жаттықтырушы болғың келеді деп едің ғой. Сенің анау залың ыңғайсыз. Оның үстін қаланың ортасында емес. Мен бір жақсы жер тауып қойдым. Жақсы зал жасауға болады. Керек жарағын сатып аламыз. Түсінікті. Ұсынысыңа рахмет, Арсен. Бірақ соның бәріне өзім қол жеткізгім келеді. Дәулет, онда тұрған не бар? Мен саған жай қол ұшын бергім келеді. Көңіліңе рахмет. Егер көмектескің келсе, Араге, басқа жағынан көмектесе аласың ба? Әрине. Ана Көкшетауда 4 жігіт қалып еді ғой, шәкірттерім. Жақсы балалар. Қазір қолдары бос, жаман дүниелерге ұрынып қалама деп қорқамын. Соларды осы жаққа егер алдыртсақ, спорт интернатына орналастырсақ, бола ма қалай? Шешуге болады бұл мәселен. Мен жігіттермен хабарласайын, сосын саған айтамын. Рахмет саған. Добрый день. Қайырлы күн, Олег Петрович. Қайырлы күн. Қалайсыз? Жаман емес. Не, жарып кеткен бе? Мына шегелерді тастап әдейі тескен. Түсінікті. Не жаңалық бар? Жаңалық бар. Бірақ қуантарлықтай емес. Не болып қалды? Сіздің жігіттеріңіздің үстінен арыз түсті. Не дейді? Ұрып соқты деп арызданыпты. Кім жазғаны өзіңізге де белгілі шығар. О не дегені? Кімнің не жазғанын мен қайдан білейін? Қойыңызшы, Олег Петрович. Арыз түсті. Демек, оларды босатарда жігіттер енді мұндайды қайталамайды деп сөз беріп едіңіз ғой. Қазір де сөз берем. Олардың еш кінәсі жоқ. Ал Заиров мырза мүлдем олай ойламайды. 4 жігіттің өзін қалай аяусыз ұрып соққанын айтып берді. Есімдерінде атады. Заиров мырза шатасып тұрған болар. Оның жазуына қарағанда, бір апта бұрын сіздің жігіттеріңіз оны ұрып соғып қаладан кетпесе, өлтіретіндерін айтқан көрінеді. Өзі қаладан кетіп пе? Жоқ. Бұл қашан болған жай? Оқиға сенбі күні болған. Командир, мен сенбі күні сол балалармен балық аулауға кеткенмін. 2 күнге. Сонда ұстағанымыз Шортан ба? Иә, Шортан. Міне мынандай. Сондықтан оның бұл сөзі түсінікті. Ендеше оны ұрған басқа біреулер болды ғой. Әрине, ол шатастырып тұр. Шатастырып тұр деймісіз? Түсінікті. Олег Петрович. Ал енді әңгіменің турасына көшейік. Жігіттеріңізге айтыңыз.
осыдан тағы бір былыққа араласатын болса, маған өкпелемесін. Колониядан бірақ шығады. Түсінікті ме? Командир, неге түсінбейді? Түсінем. Ол жағына еш уайымдамаңыз. Жеңгейге сәлем айтыңыз. Рахмет, командир. Иә, Бесекенов, қызық болып бара жатыр ма? Егер білгің кеп бара жатса, бұл жерде сен туралы және сенің достарың туралы құжаттама. Жолдас тергеуші, менің арым таза. Мен жайлы қандай құжаттама болуы мүмкін, а? Арым таза дейсің бе? Ары таза адамның жасаған қылмыстары туралы мына жерде барлығы да жетеді. Бұл ене мені қорқытқандыңыз ба? Немене? Сен қорқытатын кішкентай баласың ба не? Мен қорқытпаймын. Бар болғаны 7 жыл. Содан көреміз. Не үшін 7 жыл? Алаяқтық әрекеттерің үшін. Сосын қылмыстық топ құрғаның үшін. Қандай алаяқтық әрекет? Қандай қылмыстық топ? Біріншіден, покер ойын ұйымдастырғаның рас па? Екіншіден, қылмыстық топ құрғаның ол тағы да рас. Үшіншіден, құмар ойын ұйымдастырып, елдерді алдағаның тағы да рас. Не дейсің? Ештеңке білмеймін бұл жайлы. Басқа да қылмыстарыңды айтпағанның өзінде де, мына жердегі сенің бір әрекетіңнің өзі жетіп жатыр. Аманғали Мәди Ермаханұлының арызы. Секе менен 20 000 ақш долларын алдап алды деп жазылған. Ары қарай оқиын ба? Дәлелдей алмайсыздар. Мен ол топастардан түк алған жоқпын. Тоқта. Сен қармаққа өзің түстің. Мен екінші адам туралы ештеңе айтқан жоқпын. Талғат Рзаев туралы мәселен. Үндемейсің, ә? Үндемей-ақ қой. Екеуміздің әлі 2 ай уақытымыз бар. Сосын көреміз. Бәрібір ештеңе дәлелдей алмайсыз. Дәлелдеймін. Сенің қылмыстық топ құрғаныңды дәлелдеймін. Басқа да істерін дәлелдеймін. 7 жыл. Достарыңмен сыбайлас болғаның тағы да 14-15 жыл болады. Көреміз. Алып кетіңдер. Бота ұйықтады ма? Иә. Соңғы кезде ұйқысы нашар болып жүр. Әрине, әлгі адамнан қорқып қалған ғой. Жоқ. Қатты қорыққан жоқпын дейді. Еш нәрсе түсінбей қалған болса керек. Түсінбегенде жақсы болды. Түрін есіне сақтап қалмаған қараш. Бір жерден көрген сияқтымын дейді. Кім болды екен? Сен таныстарыңды білмедің. Мүмкін Әлшер шығар? Сәуле, сен де айтады екенсің. Бота Әлшерді жақсы таниды. Әлшер Ботаны рұқсатсыз еш уақытта алып кетпейді. Оның үстіне ол қазір Алматыда. Қайдан білейін, бір жерден көрдім деген соң, демек таниды. Жұмыста, қонақта көрген шығар. Жоқ, ол мүмкін емес. Маған жамандық тілейтін ешкім жоқ. Сәуле, оның үстіне Қарағандыда араласып құраласып жүргендерім шамал емес пе? Полиция қарашасы керек. Қазір кезде неше түрлі жағдайлар болып жатады, өзің білесің. Құдай сақтасын. Сәуле, қайдағыны айтпашы. Бұдан бұлай Ботаны өзім апарып, өзім алып қайтатын болам. Жабық шығар? Дастархан жайылып тұр ғой. Рас. Ақырын. Әлішер, бұл жерде біреу отырған сияқты ғой. Бұл жерде ме? Иә? Ештен кетпей. Қой, ұят болар. Шынымен басқа жаққа отырсың. Отыр. Отыр деймін. Айтпақшы, апамның бақыттан басы айналып жүр ғой. Сен не деп едің ғой? А? Мен
сіз әлемдегі ең әдемі қыздың керемет анасы екен. Қойшы. Шынымен. Жоқ, рас не дедің? Таң ертеңнен бері құжаттарды реттей бастадым. Көмектесейін деп едім, әуре болмай-ақ қой деді. Сол құжаттарға қарамағанына 1 ай болды. Ол қандай құжаттар? Пайдалануға берілген бір ғимарат жайлы. Сол құжаттарға байланысты бір қиындықтар туындап тұр екен. Біздің тараптан сарапшылар, заңгерлер шақыртылды. Түсінікті. Әлішер? Түрің өзгеріп кетті ғой. Не болды? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Неге сұрадың? Сенің қобалжып отырғаныңды көріп отырмын ғой. Жоқ, бәрі жақсы. О, кометаны көрдің бе? Қай комета? Әнін. Жоға. Жүр көрсетем. Қойшы. Жүр. Ән. Қайда комета? Ән, қарашы, анау әні. Қой, ештеңе жоқ қой. Жаңа болған, негізі біз шыққанша кетіп қапты. Қойшы. Шынымен, анау жерде болған негізі жаңа. Алдамашы мені. Бұл не? Меремет. Мен сені сүйем. Маған тұрмысқа шығасың ба, екеуміз мәңгі бірге боламыз. Әлішер, мен... Әрине мен шығам. Шығасың ба? Қайда жиналдың? Айнұр айтпады ма не? Айнұр маған не айту керек? Сендер екеуің бірге кетесіңдер? Жоқ, мен ғана кетіп бара жатырмын. Бірақ көп кідірмей. Басталды. Алтынай, кешке дейін ораламын. Рас айтам. Мен шаршадым. Мен саған айтарымды айтып болған ба дейін. Алтынай, рас айтам. Қалада тығыз шаруам шығып тұр. Саған себебін айта алмай тұрмын, кейін айтам. Маған бәрібір. Шын айтам. Мен бұл жерде балалар үшін отырып жатырмын. О, бауырым, қалайсың? Жақсы. Алма бірдеңе жейсің бе? Жоқ, рахмет. Жағдайың қалай? Күшті. Аяғыңыз жылдам жазылып келе жатыр дейді. Қазір маған дәрі егуді тоқтатты. Күніне 1 рет қызуымды тексереді, болды. Жақсы болды. Әлішер, соң өзің айтып көресің бе? Түсінбедім. Дәрігерлермен сөйлестің бе? Үйде не, осында не, емделе беруге болады дейді. Дәрігер 1 рет үйге келеді, болды, ақысы бірдей. Сонда мен не айтуым керек? Енді інімізді алып бітейік, өзіміз қараймыз, анау мынау дейсің. Анау мынау саған бәрі оңай, Дәулет? Ал қарай алмадық, не болды сонда? Оның үстіне мен кетіп бара жатырмын ертең. Енді сен қарамайсың, Линда бар ғой. Линда кез келген медбикеден жақсы қарайды. Әлішер, бала күннен осындайсың сен, жабарлап бір орында тұра алмайсың. Сөйлешші. Айнұр, Сен кеткелі тұрсың ба? сен Алтынайға ештеңе айтпағансың ба? Ол маған тағдыр ренжиді. Айтпаған себебім, оған сыйлық алуға кетіп бара жатқаныңды айтсам, ол маған сенбес еді. Сыйлық алуға? Иә.
Қазір менің ондайға ақшам жоқ. Ол жағынан қам жеме. Міне, енді мені тыңда. Сен қалаға Алтынаймен достасу үшін сыйлық алуға кетіп барасың. Мен оны біліп алдым. Оны өзің абайсызда айтып қойғансың. Жарай ма? Иә. Тек ең бастысы қалаға барған соң сыйлық алуды ұмытпа. Кейін бе әлде алқа ма өзің білесің. Бірақ саған жақын арада бұны қайтара алмаймын. Ештеңе етпес. Өзім де Алтынайға бірдеңе алып берем деп ойлап жүрген. Маған ақша беруге қорықпайсың ба? Қорқам. Бірақ бұл жолда бәрін білдіретін болсаң, онда әңгіме басқаша болады. Қайтарым саған, міндетті түрде қайтарым. Жарты сағат уақыттарыңыз бар. Рахмет. Жағдай қалай? Құдайға шүкір. Өзің қалайсың? Немен қуантасың? Айтарлықта ештеңемен қуанта алмаймын. Сендер неме? Мен басыма шығайын дедіңдер ме? Секе сабыр ет. Тыңдаңыз, қазір бәрін айтып беремін. Айтсаңшы енді. Ана тергеуші оңайлықпен босататын түрі жоқ. Ол жалғыз мен емес бәрімізді маталаған сияқты. Рас. Алаяқпен айналысатын аса ірі қылмыстық топ ұйымдастырды деп соттайын деп отыр. Ұйым құрған үшін 10 жылға соттатам деп отыр. Айттың баласы. Айттым ғой. Тісін қайрап жүр. Бостандыққа шығаруды емес, мына мерзімді қысқартуды ойлануымыз керек. Сұмырай. Секе сабыр ет. Біз достармен бір шешімге келдік. Қандай? Айтпашы анау. Сен көзбе-көз кездесуің қашан өтеді? Ит біліп па бүгін шығар. Қандай шешімге? Мен бәрін айтып қойдым. Сен кінәлі болып табыласың. Егер жалғыз кететін болсаң, мерзім 4 жылға қысқаруы мүмкін. Тығырыққа тірелдің десеңші. Саспа. Достар сен жерге тастамайды. Егер кетсең, ақша жіберіп тұрады. Қалған шыққаныңмен аласың. Сондықтан осылай істеп ал. Тергеу барысында тергеушіге көмектескен бол. Қалғанды өзім реттеймін. Несіне уайымдайсың? Түсіндің ме? Амандасшы да. Апама хабарластың ба? Иә, үйге баратынымды айтып едім. Көңілі босап кетті. Ақырында, енді ескеш. Аяғында байла. Түсіре бер. Әлшер, мен көлігімді айлап келе салмадым ба? Менде сенің хат жоқ қой. Линда қорқам деді ғой. Қорқа. Батыр отыр. Рахмет сізге. Патшаға сай қызмет көрсеткендеріңе рахмет. Аяғында бөлеш. Иә. Линда, отыр. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы. Өзің қалайсың дәке? Жақсы, айбат, өздеріңіз. Ақырында. Не бұйымтайың бар? Бұйымтай болғанда бір шаруа бар. Анау Санжардың жоғалып кеткен естіңіздер ме, естісіз? Ондай өсектер тез тарайды ма? Біз оның қайда екенін білмейміз. Жоқ, айтайын дегенім ол емес. Санжар менің жұмыстарымды бітіріп жүрген ғой. Қазір тура сонда бір шаруа шығып тұрды. Соны бітіру керек. Ол не шаруа? Бір үлкен кісі бар, жұмыс бастаған. Бір адамдар кедергі жасай беретін көрінеді. Соларға біреудің ісіне кедергі жасаған жақсы емес нәрсе екенін үйретіп қою керек. Әйтпесе болмайды, но. Оны қорқыту керек пе, жоқ әлде біраз қысып алу керек? Өзі болдар өздеріне деп ойлаймын. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Түсінікті. Ол беделді адам неге басқа жол таңдамаған? Басқа жол таңдамаған енді өздерің тұрғанда полицияға бармайды ғой. Ол белгілі, білесіңдер. Түсінікті.
жігіттер барамыз ба? Барайық. Ой, жақсы болды. Жарайды. Сен адамың айтып бар. Ақшасын дайындап берсін, біз істейміз. Ол жайында сөз жоқ қой? Одан кейін аяқтың астына оралып жүргендерін бір екеумізге көрсетсін. Оларды мен өзім-ақ көрсетемін, танимын ғой. Бірақ бір мәселе болып тұр да. Қарағандыға бару керек. Қарағанды? Несі бар? Барамыз. Жақсы қалай. Бармағаныма да біраз болды. Барамыз ғой жігіттер. Қайда? Анда ма? Бразилия. Ей, ақыр. Осы жерге. Не деген ауырсың? Рахмет, Әлжір. Дұрыстап емделмесең, ауруханаға қайда барып тастаймын. Болды. Түсіндің бе? Түсіндім. Бұйрығыңызды орындаймын. Дәулет, жақсы, мен 2 сағаттан кейін ұшамын. Бүгін ба? Иә. Жол болсын. Болды. Жақсы. Лида. Ау. Алло? Дәулет қазір жұмыс істей алмайды. Сондықтан күнделікті өмірде өздеріңе қаражат керек. Мынаны ала қой. Енді мұның дәрі-дәрмектеріне ақша керек, түсінемісің? Ал. Бірақ Дәулетке ештеңе айтпа. Рахмет. Жақсы. Дәулет, жақсы. Жол болсын. Рұқсат па? Не болды? Ештеңе. Мадидің кетіп қалғанын ренжіп тұрмысың? Білген істесінші. Мен осы үйде балалар үшін ғана жүрмін. Алтынай, оған ашуланбашы. Ол шынымен де қалаға кету керек болды. Сен оны қайдан білесің, Айнұр? Ол сенімен татуласу үшін сыйлық алуға кетті. Оны қайдан шығарды? Өзі айтты. Ол мұны саған қалай айтып жүр? Айтпасына қоймадым. Әуелі ашуланды. Сонан соң бәрін айтып берді. Қызық екен. Ал ақшаны қайдан алып жүр екен? Білмедім. Жинап жүрген ақшасы бар шығар. Оның түрінен көрініп тұр. Қатты уайымдап жүрген. Уайымдап жүр? Маған оның сыйлық керек емес. Көңілі керек. Немене бала құсап, біресе татуласады, біресе ұрысады, біресе жынды адам секілді мылтығын ала жүгіреді. Ол қазір қатты қиналып жүр. Бәріміз де қатты қиналып жүрміз, Айнұр. Сен оның қолын көрдің бе? Тамырын кеспекші болды. Соны білмейді деймісің? Ол маған суреттің әйнегіне кесіп алдым деген. Иә. Жасырып жүр. Өзінің тергеу үшін не үшін келгенімді айтқан жоқ. Алтынай, Матеге ренжігеніңді қойшы. Ол кешке келеді. Ол шынымен де сенімен татуласқысы келіп жүр. Оны да түсінсеңші. Білмеймін. Әбден мезі болды. Енді оған сене аламын ба, жоқ па? Алтынай, сен оны бәрібір сүйесің ғой. Ол да сені сүйеді. Бір-бірлеріңе кешіріммен қарыңдар. Амансыз, папа. Артур қайда?
Достармен бірге кетті. Жүргізушіні қосып жібердім. Түсінікті. Жігіт боп қалды ғой. Қыдыру керек. Қайдағын айтпаш. Бал емес пе? Бар болған 12-де. Мия. Кетті ме? Кетті. Сені бірге кететін шығар деп ойлап едім. Мен де солай ойлағам. Бұрынғы әдеттеріңе бастыңдар ғой. Сіз қателесесіз, апа. Қазір біз жұмыс басты болып кеттік қой. Алдымен соны реттестеріміз керек. Содан кейін Қарағандыға кететін болам. Одан басқа жолдар жоқтай сөйлейсің ғой. Қайдағы басқа жол? Нені айтып отырсыз? Қарағандыдан басқа қала жоқ па? Әлішер осында көшіп келсе де болады ғой. Түсінбедім. Енді Әлішерге Алматыдан да жұмыс табылады. Тұратын жері бар. Біздің кәсібімізді басқарса да болады ғой. Апа, сіз Әлішерді білмейсіз ғой. Ол біреудің арқасында күн көретін адам емес. Кезінде өзіңіз де генерал әкеден бас тартқан жоқсыз ба? Ол кезде жағдай басқаша болады. Тура осы секілді жағдай, апа. Сіздер әкем екеуіңіз жатақханада тұратынсыздар. Оның намысына тимейін деп, сіз өзіңіз осыған келіскенсіз. Атам да сіздерге өзімен тұруларыңызды сұрап, ұсыныс жасаған жоқ па? Меруерт. Білмегеннен кейін айтпа. Апатай. Сіз маған ренжімеңізші енді. Қазіргі кезде сіздің қолдауыңыз маған ауадай қажет. Кір. Мәди, кел. Келгенің жақсы болды. Отыр. Мәди, бір шаруа бар. Мен әлгі құмар ойын ойнаушылардың ізіне түстім. Серіктің қылмыстық топ құрып, адамдарды ойынға шақырып алдағаны белгілі болды. Сен ол туралы ештеңе білмейсің ба? Ақшаны ойын барысында берген жоқсың ба? Жоқ. Жарайды, бұл тағы да бір жеке бап. Қазір мына суреттерге қарап жүр. Ешкім таныс емес па? Серік сен күштеп ойнатқан жоқ қой. Өзің ойнадың емес пе? Жоқ, танымаймын. Шын айтып тұрсың ба? Серікке ақша берген себебім бір кәсіптің көзін ашуға уәде берген. Сол сөзіне сеніп қалдым. Сен бұл туралы айтқансың. Қазір арызыңды жаза бер. Күдіктіні алып келіңдер. Көгерлерді де. Тез. Серікті және екі досын қамап қойдық. Қай дос? Өтірік білмеген адам сияқты болмашы, Санжар керек маған. Оны қайда екенін білмеймін. Бірнеше күн болды жоғалып кетті. Егер арыз жазатын болсам, онда Серікті бірнеше жылға түрмеге қамауым. Осыдан тағы бір былыққа араласатын болса, маған өкпелемесін. Колониядан бір-ақ шығады. 7 жыл достарыңмен сыбайлас болғаның. Тағы да. Бәрібір ештеңе дәлелдей алмайсыз. Тұрмысқа шығасың ба, екеуміз мәңгі бірге боламыз. Әрине мен шығам. Маған бәрібір.
шын айтам, мен бұл жерде тек балалар үшін отырып жатырмын. Сен кінәлі болып табыласың. Егер жалғыз кететін болсаң, мерзім 4 жылға қысқаруы мүмкін. Рахмет. Келіңіздер, отырыңыздар. Күдікті қайда? Келе жатыр. Отыр. Куәларға түсінікті болу үшін көзбе-көз беттестіріп жатырмыз. Аманғали мырза, мына кісіні танисыз ба? Иә, танимын. Күдікті, аты жөніңіз? Бейсекенов Серік Сағалдыұлы. Аманғали мырза, мына кісінің аты жөні сондай екенін растайсыз ба? Білмеймін, ол өзін Секе деп айтады. Ал сіз ше, мына кісіні танисыз ба? Иә, танимын. Мәди? Аманғали мырза, мына кісіге 20 000 доллар бергеніңіз рас па? Иә, рас. Бұл кісіге сол ақшаны берген кезде қандай уәде беріп еді? Жеке кәсіп ашуға көмектесем деді. Көмектесті ма? Жоқ, алдап кетті. Ал сіз ше? Ақша алғаныңызды мойындайсыз ба? Иә, алдым. Ақша алған кезде қолхат жазыңыздар ма? Жоқ, бұл ақымақ ондай сұраған жоқ, содан жазған жоқпыз. Бейсекенов мырза, тіл тигізбей отырайық. Кешіріңіз. Бейсекенов мырзаға ақша берген кезде қасыңызда адам болды ма? Жоқ. Одан кейін кездестіңіздер ме? Жоқ. Аманғали мырза, мына суреттегі адамдар танисыз ба? Жаңа айттым ғой. Куәлердің көзінше тағы сұрап жатырмын. Жоқ, танымаймын. Ал сіз ше күдікті? Жоқ, бірінші рет көрдім бастық. Жақсылап қара. Рас айтам. Алло. Көзбе-көз беттестіріп жатыр. Құрып кеткір. Қазір барам. Куәгерлер, мына жерге қол қойып жүріңіздер. Сіздердің жеке куәліктеріңіз. Сіздер боссыздар. Жүріңіздер. Мына жерге қол қоюыңыз керек. Жыбылдамай тұрыңызшы. Оқу аяқтан не қағазға қол қойып жатқанбызды. Алла. Солай де. Мәди, есте сақтау қабілетін нашар де. Алла. Біз кездеспеп едік. Жоқ, әлде мен шатасып отырмын, а? Шатасып отырсың. Өзің бүгін тым тәкаппарсың ғой. Мойныңда қарыз бар екен есіңде болар. Жақсы, тәкаппармын. Менің қарызымда шаруам болмасын. Жарайды. Оның сотталу мерзімінен ешқандай қатысы жоқ. Жарайды. Бірақ байқа Мәди, біздің жігіттер сені бұлай жайбаққа жүргізбейді. Талғатың қайда? Сөзді қарай. Оқып болдың ба? Мә. Мына жерге сізде қол қоюыңыз керек. Сіз тергеушіні күтіңіз. Жүр. Сау бол, Мәди. Келе жатыр.
қане тигізетіңдер, ол көтеріліп келеді. Ол болса астық қой. Сіңдер ме? Әрине. Амансыздар ма? Қыстаймыз. Қызметке оралуыңызбен. Қайтып оралғаның жақсы болды. Рахмет. Қуаныштымын, дәл осылай салтанатпен қарсылады деп ойламаппын. Ал барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бірге жұмыс жасайық. Рахмет. Жақсы. Келуіңмен бұл енді Майраның ұйымдастырғаны ма? Басқа кім? Сен оның бастығысың ғой. Жүр көрейік. Енді бұлары тым артықтау сияқты. Иә, келісем. Қалай барып қайттың? Інің қалай? Тәуір болып қалды. Үйге шығардық. Сонда не болыпты? Не болғанда қалай? Сол баяғы төбелес қой. Ауыр жарақат алған, бірақ енді дәулет сияқты алыпты жығу қайда? Иә. Шай, кофе. Маған кофе. Шай. Майра, мен келгеніме қатты қуандың ма? Мен жоға. Сізге ұнамады ма? Жоқ, ұнады әрине, рахмет. Жарайды. Жақсы. Бәсе, Карина екеуі неге әбігер болып жүгіріп жүр десем? Майраның жалғыз өжесі маған бірден білдім. Сонымен, мына жақта жұмыстарың қалай? Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Мысал атын адамдармен келістім. Металды өзіміздің көлікпен апаратын болдық. Олар металға да, көлікке де ақша төлейтін болды. Дұрыс. Жәнібек, маған бір ой келді. Сен әрине маған ренжіме. Мен аудит жасаймын. Сақта қорлық жоқ. Жақсы. Өзімізден не басқа кеңседен жалдасақ болады? Көреміз. Өзіміздің кеңсе дұрыс болар. Бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Досханның не білдіргенін білетін боламыз. Онда ештеңе болмаған шығар. Айтпақшы, кек алмай қоймаймын деді. Енді ол түсінікті ғой. Көреміз. Иә, Майра, не болды? Алишер Ермаханұлы, сізге Карина келіп тұр. Жарайды, сәлі күтеді. Жақсы. Мен жұмыс істейін. Жәнібек, саған тағы рахмет. Жақсы. Шар керек емес пе? Жоқ, рахмет. Оңбағандар. Қорғаушылардың бәрін соттау керек. Сен не істеусің? Өзіңіз айттыңыз ғой. Иә. Тыңда, Мәди. Сен Серікпен карта ойнадың ба? Жасырмайды. Ал қазір ғана отырады, 5-ақ жылға. Әйтеуір отырса болды ғой түрмеге. Отырады. 5 жылға. Немесе одан ерте шығып кетуі де мүмкін. Түсіндің ба? Қорғаушының ісі ғой бұл. Мәди. Сен менен бірдеңені жасырып тұрған жоқсың ба? Сен солармен карта ойнап ұтылған жоқсың ба? Содан қарыз болып қалып. Егер сол рас болса, мен оларды қамаймын. Қарызың жойылады, ойлан. Түрмеге отырса да қарызын бәрібір қайтартады ғой. Дұрыс па? Соны жақсы білесіз. Бұған мен өзім кінәлімін. Бұл шаруаны өзім реттеймін. Олар сені алдап кетті ғой, неге түсінбейсің? Иә, білем. Бірақ мені карта ойнауға ешкім мәжбүрлеген жоқ. Бұған өзім келістім. Мәди, олар сені, яғни сенің бұл жақсылығыңды түсінбейді бәрібір. Білем. Бірақ кейін өз-өзімді кінәламайтын болам. Кетуге рұқсат па? Бар. Сау болыңыз. Карина, ынта ықыластарыңа рахмет. Оқас жоқ.
Майра екеуміз осылай істеуді ұйғардық. Енді өзің де түсінген боларсың. Не, қызық болды. Маған ұнады. Ал, жұмысқа көшейік. Шаруалар қалай? Иә, әрине. Мен жаңадан баспасөз баянын дайындап алып келдім. Компанияның жұмысшылары соңғы жарты жылдағы және 3-90-дағы жеткен жетістіктеріміз. Мынау сайтқа, ал мынау бұқаралық ақпарат құралдарына. Бұлар менде қала берсін. Жақсы. Ертеңген оқып шығам. Әйтпесе өткен жолы жалқауланып жүріп жұмысымнан айырылып қалдым. Қалжың ғой, ренжіме. Несіне ренжим? Шындық емес пе? Ол дұрыс шығар. Өзің қалайсың? Бота қалай? Бәрі жақсы. Мен қаладан кетпекші болғам, бірақ қайта оралдым. Бота саған сәлем айтқан. Сені жиі сұрап тұрады. Рахмет. Оған да сәлем айт. Айтам. Ал өзің, жағдайың жақсы ма? Тамаша. Бұдан кейін де тамаша болатынына сенемін. Әлшер, мен сен үшін қуаныштымын. Онда мен кете берсем бола ма? Әрине. Карина. Сонымен қалай? Жұмыс істейміз бе? Әрине жұмыс істейміз. Қызметіңе оралуыңмен, Әлшер. Рахмет. Қазақтың кәсіби музыка өнерінің қара шаңырағы Құрманғазы атындағы мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестріне 80 жыл. Осы аптада қазақтың інжу маржаны. Қазақстан. Кімдер-ай дейтін. Сондайды білмеймін. Өмір бір бәле сұраса білмеймін. Кімге жатқан қарандар. Өмір айтқан тыңдамайды осы. Ойнаған нәрсе тыңдай берші, а? Жыламашы. Кім жылап отыр? Я батырлар қалайсыңдар? Жақсы? Тыныш отырмыз. Тыныш отырған сен ба, гитарадан ұрлатып? Сендерге бір шаруам бар еді. Біз ештеңе білмейміз, аға. Сені әркен жайлы сұрап тұрғаным жоқ, бала. Біріншіден, оны ұрған өздерің. Оны өтте жақсы білем. Екіншіден, оған сол керек. Ал үшіншіден, мені мұқият тыңдаңдар. Отыр бер. Бұл отыр. Былай болсын. Сендер сол күні Олег Петровичпен балық аулауға бардың, рұқтыңдар ма? Немене? Алиби. Түсініп отырсың ба? Енді келесі мәселе. Санжарды жақсы танимыз ғой? Иә. Соның өлігін тап кеше. Санжардың? Кім? Қалай? Мен соны сенен сұрайын деп тұрмын. Оқ тиген. Денесін тауып алдым. Бұл мәселе бойынша не білеміз? Біз ештеңе білмейміз. Санжар бір апта орын жоғалып кеткен. Содан кейін оны ешкім көрмепті. Оның алдында ше? Оның алдында бізді бір шаруаға шақырған. Бірақ біз балалармен бас тарттық. Иә. Одан кейін көрген жоқпыз. Рас. Бұлай болсын. Бір-екі күнде сендерді бөлімшеге шақырып қалу мүмкін, сондықтан да ешқайда жоғалмай келетін болын, рұқтыңдар ма? Келістік па? Иә. Сысымны аулам бәрін былғай берме, әкел бер. Үйлеріңе барын, рұқтыңдар ма? Жарайды. Түсінікті ма деймін? Иә. Жақсы? Жақсы. Мәс саған. Санжардың өзін өлтіріп кетіпті. Кім екен? Санжардың дұшпандары көп қой. Біреуінің ашуына ілінгенді. Иә. Қазір Астанадамын, көп ұзамай үйге барам. Дәулет, сен қал жағдайыңды сұрап бара алмағанына ренжіме. Шыға алмай қалдым, шаруалар шығып. Ештеңе етпейді, түсінем. Әлшерге ақшаны бердім, ол құжаттарды алдым деген. Иә, көп рахмет, сен ферманы сақтап қалдың. Мәди,
енді ақылға кел. Әр түрлі былыққа араласудың қажеті жоқ. Иә, Дәулет, бәрін түсінемін. Уәде беремін, енді бәрі жақсы болады. Солай өткен дұрыс. Жарайды онда, ине салатын уақыт. Жарайды. Тезірек жазыл. Жақсы. Сау бол. Мәссаған. Досым, қалайсың? Сәлем. Қолыңа не болған? Үй, жай. Иә? Қайдан жүрсің? Сол сені кет қалды ма, жоқ па деп көріп шығайын деген. Бір-екі күн Астанада құжат жинадым. Бүгін бұйырса жолға шығамын. Дұрыс. Өзің? Жайша ма? Жай. Сенен кешірім сұрайын деген алдыңғы жолы. Өз-өзіме ие бола алмай қалдым. Жарайды, досым. Ештеңе етпейді. Басқа не жаңалық? Астанада шаруаларың жоқ па? Полиция бөлімшесіне барғам. Серікті қамауға алды. Кет шара. Содан? Содан. Сол бәрі мойындады. Тергеуші оның қасында достары барын айтты. Олар бұрыннан бері мен сияқты аңқауларды алдап сулап қарт ойнатқызады екен де кейін қораға кіргізіп жібереді. Сен де ойнадым дейсің ғой? Иә. Өзімнің $4,000 кетті. Тағы да 5 миллионға қаржы кірістім. Қанша? 5 миллион. 5 миллион? Сен полицияға хабар бердің бе? Жоқ. Неге? Енді оларды қамаса да бәрібір қарызын қайтартқызады ғой. Енді қарызыңды қалай қайтарасың? Білмеймін. Көлігімді сатам, бірдеме қылармын. Бөліп төлеуін сұраймын. Қабаттегіне бауырым. Мүмкін сен менімен бірге Маңғыстауға барырсың. Бірігіп ақша табайық. Жоқ. Апам осында, отбасым осында. Оларды тастап қайда барам? Содан кейін әлгі төліп бөлуін келісуім керек. Солай де. Жарайды. Жазайын. Сені шығарып салайын. Иә, вокзалға дейін. Жүр. Бәрін жинап тастадың ба? Мәдидің қарны ашып білетін шығар. Егер келсе. Ол келем деді ғой, келеді. Линда мен Дәулет саған сәлем айтып жатыр. Рахмет, оларға хабарластыңыз ба? Иә, Дәулет үйінде екен. Бәрібір уайымдаймын. Алыста болғандықтан ба, бірдеңе бола қалса, ешкім жоқ қой қастарында көмектесетін. Апа, ойламаңыз. Дәулет аға толық жазылғанша Линда біздікіне келсін деп айтып көрейін бе? Жақсы болар еді. Оған Дәулет келіспейді ғой. Линданың да жұмыстары қалада бар шығар. Мәдидің өзі келденеді. Құлыным ау. О, құлыным сау. Амаз папа. Өзің аман есенсің бе? Иә. Қарның ашқан шығар. Жоқ, ішіп келе жатырмын. Онда жарайды. Мен балалардың жанына бара берейін. Айнұр да шаршаған шығар. Сәлем. Есен жетсін. Алтынай. Осы уақытта дейін сен талай ренжіттім. Сен соған шыдап бақтың. Отбасымыздың шырқын бұзбау үшін бар күшін салдың. Мен сыйлық алғым. Осыны саған деген алғысым деп біл. Рахмет саған. Егер сенімен сыр бөліспесем, ол саған сенбегендіктен емес, жай өзім атқаруға тиіс шаруаларды саған айтып, сен басыңды қатырғым келмейді. Онсыз да мына үйдің тірлігі сенің мойныңда. Айтайын деген
Мен сені жақсы көремін. Мен үшін сенің орның бөлек. Сенсіз, балаларсыз мен үшін өмірдің мәні жоқ. Саған. Әкем келді. Естайжан, қалың қалай? Жақсы. Әке, ойнайықшы. Ойнайықшы? Әрине ойнаймыз, не ойнаймыз? Сен Бэтмен боласың, ал мен Супермен боламын. Сен басқа ойын білмейсің бе? Онда мен Супермен, сен Бэтмен бол. Жарайды, келістік. Апамыз кім болады? Бэтменнің қызы. Бэтменнің қызы бола ма? Онда ол Бэтмен гүл болсын, е? Кеттік, ал дайындал. Сен менің қанатым боласың, кел. Мен бір ұшуға дайындал, кілтті қос, 2 3 ұштық. Бэтмен гүлге қарақшылар тиісіп жатыр, құтқарамыз. Айнұр, неге ұйықтамай жүрсің? Сен ше? Ойланып отырмын. Отырсам бола ма? Отыра бер. Жарайсың. Алған сыйлықтарың алтынайға ұнады. Әсіресе Сахида. Қош. Оның көзінде қуанышты көрсең ғой. Арыз жаздың ба? Иә. Көзбе-көз кездесу болды. Серіктің әлгі мен ұтқан адамдармен байланыс бар екен. Рас па? Иә. Мен түсінгенім ол мен сияқты аңқоларды анарға тауып беріп отырған. Сен ол жайында оларға айттың ба? Жоқ. Айтпағаныңда дұрыс болған шығар. Енді не істейсің? Бәрібір қарызды төлеуім керек. Ақшаны қайдан аласың? Көлік сатам, бөліп төлеуге келсем. Келсет деп ойлайсың ба? Мади, былай істейік. Мен саған ақша берейін. Сосын сен соны бөліп қайтарарсың. Айнұр, саған рахмет. Бірақ мен көп ойландым, қажет емес. Мен онсыз да саған қарызбын. Мен саған жат емеспін ғой. Қанша мерзімің қалды? Негізі уақыт өтіп кетті. Жақында ақшасын сұрауға келетін шығар. Бүгін делдал хабарласқан. Үйді сатып алатындар келісіпті. Енді келісімшарт жасасып, ақшаны алу қалды. Айнұр, мен... Мади, мен түсінем бәрін. Сол себепті бір шешімге келдім. Енді қалаға барып, сол шаруаны бітіруім керек. Ұйықтайық. Ертең ерте тұру керек. О, Әлішер. Ассалаумағалейкум. Ерте келіп алыпсың бар. Қайырлы таң. Қайтып оралуыңмен құттықтаймын. Рахмет. Төрлетіңіз. Ал, менде құттықтауыңа болады. Досқанның акцияларын рәсімдеуді аяқтадық. Содан? Шынымды айтсам, ыңғайсызданып қалдым. Енді бақылау акциялардың пакеті менің қолымда ғой. Бұл деген жақсы жаңалық қой. Құттықтаймын. Рахмет. Бас акционер ретінде сенен сұрағым келіп тұр. Неден бастамақ ойың бар? Ой, Айтар Төреханұлы, жоспар деген өте көп. Айта бер, сенде әрқашан жоспар көп. Ең бастысы, ішкі аудиттан басқа өтемішілермен болған келісімшартты жаңарту керек. Кейбір келісімшарттарды қайта қарап, кейбірін мүлде бұзсам ба деймін. Келісем. Аудитті жақсылап өткізу қажет. Өтемішілермен де жұмыс істеу керек.
бізге тиімсіз келісім шарттарды бұзам деуің өте орынды. Баяғыда бастау керек еді. Жаңа бөлімшелер ашу керек. Ең басты мақсатым биржаға шығу. Солай ма? 10%-ымыз бар, соларды алдымен шығара берсек болады. IPO-ға шықсақ жаман болмас еді. Бірақ мұндай шешімді бірігіп қабылдау қажет. Әрине. Сондықтан үлескерлермен кеңес өткізу керек. Биыл өзі үлескерлер жиі бас қосатын болды. Бұл деген жақсы емес пе? Компанияның шаруасынан хабардар болып тұрады. Мүмкін. Ойбай. Шошып жібердің ғой. Кешір. Басқа жоқ па не? Жоқ. Жарайды, шұжық қуырып жіберем. Не болды? Жай. Fatma. Келші. Жай ма, не болды? Жай. Құшақтамауым көп болды. Иш. Не болды? Апам келіп қалса ыңғайсыз ғой. Көршісін. Қош енді. Болды. Қалай фирмада бәрі жақсы ма? Жақсы барып қайт. Бір ма? Міне мынау сараптама актісі. Анекей. Ава. Оқтар қайда Оқтар? Сараптамасыз-ақ ТТ екенін айта аламын. Иә, 3 оқ атылған. 2 денесінен табылды. Қылмыс болған жер тапқан кезде 3-сін іздеңдер, жарай ма? Иә. Иә, тыңдап тұрмын. Кірсін? Кіргіз. Соңғы жарты жыл ішінде қосымша табысымыз 12% бопты. Ендігі мақсатымыз биржадан табыс табу. Түсінікті. Ал 10% акцияны қайдан алады екен? Жаңадан басып шығара ма, жоқ әлде Айдар мен Нұржанның тартып алар ма екен? Енді оны өздері шешсін. Біздің жұмысымыз әлшердің жобаларын таныстыру рәсімін жақсы өткізу. Иә, жұмыс жобаларын таныстыру рәсіміне байланысты шаруаларды бүгін аяқтауымыз керек. Үлгереміз біз, Карина? Үлгермесек, жұмыстан кейін қалуға тура келеді. Майра, мен қызымды жазғы мектептен алып, үйге апарып тастайын. Сосын қайтып келейін. Өзі бара беретін шығар деп ойласам? Енді біздің аудан сәл тынышсыз. Соған қатты алаңдаймын. Оның үстіне бота әлі кішкентай. Жарайды. Жақсы, мен 1 сағатта айналып келем. Түсінікті. Мен онда дүкенге барып келейін. Түнде қалатын болса кофе де жоқ. Келсін. Шақыртқан екенсіз, келдік. Бізге хабарласты. Сол ойда бірден келіп отырмыз. Апа қойыңшы өзім. Не апа? Ылғи да өзім деп шығасың. Жарайды, сабыр етіңіздер. Аян, сен шақырған себебім өзіңнен бір нәрсе сұрайын деген. Сен Санжармен араласып тұрушы едің ғой? Иә. Соңғы рет Санжарды қашан көрдің? Есімде жоқ, біраз болды. Онымен қазір бұрынғыда араласып жүрген жоқпын ғой. Ол оқуға түскелі отыр. Еш жаққа мойын бұруға уақыты да жоқ. Кешіріңіз, мен балаңызбен сөйлесіп отыр едім. Дәулеттің қайда екенін білесің бе? Алматыға кетті. Кеткеніне біраз уақыт болды.
сол жерде жаттықтырушы болып істеймін деген. Ал енді сен маған мынаны айтшы. Санжармен кезінде араласып жүрген кезде ол саған қас дұшпандары бар екенін айтқан жоқ па еді? Енді біреуге кезінде жамандық жасаған шығар. Жоқ, ондай ешнекесін білмеймін. Неге Санжар сұрай бересіз, не болды оған? Оны өлтіріп кетті. Не? Атып өлтірген. Денесін көміп тастаған жерден тауып алдық. Ол ештеңе білмейді. Апа. Санжармен араласпағанына да көп болды. Сабыр етіңіз. Біз Аяннан ешқандай күдіктеніп отырған жоқпыз. Санжармен араласпай кеткенің дұрыс болған. Жарайды. Сіздер боссыздар. Кім өлтірген білесіздер ма? Жоқ. Бірақ табамыз деп үміттенемін. Жан, саған тосын сый дайындадым. Шоколадты торт. Жан, мынау не? Торт жемеймін, Жан. Торт айтып тұрғаным жоқ. Қазір мына жүрісіңді дәрігер көрсе? Дәрігер келген кезде жатасың. Дәулет, жатшы. Мені тыңдайым деп уәде бердің ғой маған. Тыңдайым сені, Жан. Енді ойлашы өзің, жата бер, денем бәрі ауырып кетті. Кішкене қимылдайын, мына ауыр аяғын басып атқан жоқпын ба? Сау аяқпен жүрмін. Жатам. Иә, жатасың. Ал жатпасам ше? Жат. Жатпаймын. Дәрігер де келіп қалды. Болды, жатшы. Сәлем, Линда тәте. Ой, Линда. Сәлем, балалар, кіріңдер. Дәулет, саған қонақ келді. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Келіңдер. Кел, отыр. Ассалаумағалейкум. Молда бол. Кел, отырыңдар. Иә? Некен жайды қайдан білдіңдер? Қанат аға берді. Жалпы өзіңіз қалайсыз? Мені өздерін көріп тұрғандай. Қалай өздерін? Жақсы. Біз балалармен жиналып, күнде спорт залға барып жүрміз. Күнде жаттығамыз. Жарайсыңдар, дұрыс. Дәулет аға, сізді алаңдап кеттік қой. Ауруханаға да хабарлассақ, бізге ештеңе айтпады. Уайымдамаңдар. Жазылып кетейін, жаттығуды жалғастырамыз. Жарай ма? Жарайды. Дәулет ағай, сіз жұмысқа шықпай үйде жатырсыз. Сол ауырып, дәрі-дәрмек алсын деп сізге балалармен ақша жинаған едік. Алыңыз. Азық түлік аласыз. Алыңыз. Қағазға салып кепсіңдер. Қатырасыңдар. Жігіттер, рахмет ниеттеріңе. Бірақ ақыр жинаған екенсіңдер, мә, өздеріңе аяқ киім, форма алыңдар. Жоқ, аяқ киімге жетпейді ғой. Жетпесе форма алыңдар. Жоқ, аға, өзіңізге қалдыра беріңіз. Ануар, ал деймін. Линда, Ау. балаларға одан да торт берші. Иә, қазір. Келіңдер, отырыңдар. Алдарыңызда Кешігіп жатыр ғой. Егер шынына көшер болсақ, келген өзіне жақсы емес пе? Соны өзде түсінер деп ойлаймын. Иә, Меруерт. Мен сенің апаңмен сөйлестім. И что? Сонымен. Ол саған менің жыл бойы күн сайын таңнан кешке дейін осы Алматыда бизнесті басқарып отыруым керектігі туралы айтты ма? Дәл солай демесе де, осыны қалайтынын түсіндім. Апам қызының үнемі жанында болған нәрден үйренген. Мені өзінен алыстап кетеді ау деген ой, оның жанын қинап жүр. Мүмкін. Бірақ солай екен деп Алматыда қалып қоймайтын шығарсың. Бұлай етудің қажеті жоқ. Мен де соны айтам. Мұса да келді. Кешігіп қалдым. Оқасы жоқ. Сәлеметсіздер ме? Бірден іске көшейік. Мынау келісімшартқа қосымша. Орындалу мерзімі, төлем мөлшері. Өте жақсы.
Айтпақшы, алғашқы несие бірсі күні түсетін болады. Прекрасно. Онда жақсы болды. Партнеры. Серіктестер келісімдерін берді ме? Әрине бердіңіз. Отлично. Жақсы. Спасибо. Көп рахмет. Ну что? Онда жақсы. Енді рұқсат болса, мен кетейін. Меруерт, үйіңізге жеткізіп салайын ба? Рахмет, Николай. Өз көлігіммен жүрмін. Онда сау болыңыздар. Жолың болсын. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Ал мен де жүре берейін. Мұса, мен сенімен сөйлесейін деп едім. Жарайды, сөйлесейік. Не жайында? Қызым, ау, бүгін сабақтарың паркте өтті ме? Иә. Айни Жамал Мақат қыз не деді? Жұма күні сүйікті кітаптарымды алып келесіңдер деген. Әрқайсымыз бір беттен оқып береміз. Керемет екен. Яғни егер өз оқулықтарыңды оқуларың келмесе, әркім өзінің апарған кітабын оқиды, солай ма? Иә. Ауылдар Гарри Поттер кітабын алып барады. Ол кітапты мен жатқа білемін. Ақылдым менің. Онда сен халық ертегілерін апар. Елдің бәрін таңғалдырасың. Апа, енді сіз мені күнде алып кетіп жүресіз бе? Әзірге солай. Қызым, бүгін мен сені үйге апарып тастаймын да, әрі қарай жұмысқа кетем. Жарай ма? Өзің отыра бересің ғой. Қорықпайсың ба? Жоқ. Онда мен дәмді ас әзірлеп қояйын. Керемет. Қандай? Торт, а? Тамаша, онда жұмыстан кейін келгеннен кейін бірге отырып жеп шай ішеміз. Келістік па? Келістік. Жүре ғой. Мен сенен тағы да кешірім сұрайын деп едім. Ал сен сұрап келдің? Жоқ. Сенің жүрегіңді жаралағаным үшін кешірім сұрайын деп едім. Уақыт өте келе бұл шешім екеуміз үшін де дұрыс болғанын өзің де түсінесің. Осыған сен кім келеді? Мұса, Аида екеуіңнің ара қатынастарың жайлы білемін. Аиданың сені бақытты ете алатынына сенемін. Иә, ол мүлдем басқадан. Оның рас. Біз бір қалада, бір салада жұмыс жасаймыз. Сондықтан дос боп қалмасақ та, әріптес боп қалармыз деп үміттенемін. Жақсы, сені түсіндім. Кәсіптің аты кәсіп. Ал ендеше. Жақсы, сау болыңыз, апа. Шоколад. Бізде шоколад жоқ. Енді не істеймін? Дүкен әлі ашық. Мен барып келейін. Айғайма, сен бәрі шықпесін.